Достар, сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгінгі влогымда балалардың мектепке арналған формуларына обзор және оқу құралдарына распаковка жасайтын боламыз. Кеттік ендеше. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін оқу құралдарына распаковка жасаймыз. Міне мынау дәптерге әдем обложка. Осындай, мынау кітапқа арналған обложка. Достар, лайк басып, комментарий жазып, подписаться ұмытпаңыздар. Бұл не? Түрлі түсті бумага. Осындай. Мынандай миллионның суреті, міне альбом бұл. 16 беттік міне. Мынау пенал міне. Мынау карандаш, міне 12 түсті. Мынау кисточка. Мне 5 штук художество арналған екен. Мынау мне пластилин 12 штук. Мынау ручка 12 штуктан. Не. Мынау тағы да карандаш осындай. Ну, тағы да пенал. Мынау мне акварель. Мынау күнделік дневник. Мынандай күнделікке арналған обложка. Не. Тағы да акварель. Тағы да пластилин. Ну, мне надо гуашь. Ой. Гуашь. Надо палочка. Ну, карандаш. Өшірге линейка бар міне. Ну, клей. Мынандай картон двухсторонний. Майсық қалған. Мынандай дәптер міне. Математикаға арналған. Мынау ұштағыш. И тағы да дәптер математикаға арналған. Арасында жол дәптерлер де бар. Тағы да картон.
соңғы мен тағы да түрлі түспаққа бар. Достар, егер де ұнаса, сау болыңыздар. 2000 years later. Достар, Елмұраттың алғашқы мектеп формасы биылғы оқу жылына алған. Мінекей 2600 теңге бағасы, 140 размер. Материал өте жұқа, жеңіл, жазға жақсы. Мінекей жоғары көтеріп ұстап тұр Елмұрат. Және де міне қара көк түс шалбары. Балағын қысқартқан жоқпыз, әлі енді қысқартамыз. Бұл да бағасы қолжетімді, детский мерден жақсы, сапалары өте керемет. Құтты болсын Елмұрат ал. Достар, және де міне мектепке де киюге болады, қонақтыққа да, тойға, мынандай көгілдір түсті, жаңағыдай рубашканың көгілдір түсін алдық, тоже 2600, 140 размер. Бағасы өте сапалы енді деген. Бағасы да жақсы, сапасы да жақсы дегенім ғой. Және де осында теннискі футболка алған. Бұның бағасы тоже 2400 теңге. 2400 теңге мынандай футболка деген жақсы ғой. Базардан да табуға болады, бірақ качествосы базарда все-таки он басқалау, басқаша. Ана детский мердікі жақсы. Не осындай образдар. Және келесі затымыз, алған затымыз, мынандай теннискі футболка, мектепке де киюге болады. Көтеріп тұр, мен өзім түсірем. Осындай теннискі футболка, бірақ бұның 146-ын алды, кішкене кеңдеуін. Енді стиралкаға салғаннан кейін все-таки отырады ғой материал. Сосын бұның бағасы енді 3500 теңгедей. Және де мынандай қара футболка үйге, ойынға, далаға киюге, және де ақ түсті міне үстіндегісі. Екі футболка бірге болды осы. Бағаларын этикеткасын алып тастапты балалар. Елмұрат киіп алды уже. Әкесі таңдаған образдар ғой балаларына. Достар, және де келесі бұл Аймұраттың футболкасы. Мынандай бағасы, біреуінің бағасы 2900 теңге, 5400 ғой екеуінікі. Аймұраттың 122 размер. Өте жақсы болды, жеңіл жазға. Және де осындай астына шалбар алған, тоже детский мердікі. Қонаққа киюге, тойға киюге. Аймұрат өз джинсы шалбар жақсы көреді, Елмұрат көп ұнатпайды. Елмұрат. Достар, келесі образы ол Саламаттың футболкасы мінекей. Бір штугының бағасы 2900 теңге. Мінекей ақ футболка. Қонаққа, үйге киюге, материалдары өте жақсы. Стиралкаға салса да не керек, дымы кетпейді ғой, дым түтілмейді, нетпейді. Жап-жаңа болып шыға келеді, жуып кие бересін үтіктеп. Және де бұл да детский мерден алынған, әппақ футболка, теннискі. Әкесі деген неге киіп тастар деп алыпты, қызығып джинсымен. Осында Елмұрат тезе түсірші мама деп отыр. Ал енді келесі образ ол Аймұраттікі. Аймұраттың рубашкасы жаңағы Елмұратқа алғандай дәл, бірақ размері 122. Елмұраттікі 140, 2600 теңге. Енді базарда қанша екенін білмедім, шыны керек. Әкесі детский мерге барып алып келді. Сол жерден ыңғайлы деп, мен үйде баламен болғасын шалмадым. Әкесі таңдады екеуіне де. Ал сосын қара көк шалбар көтере ғой. Балағын тоже қысқартқан жоқпыз, енді қысқартамыз. Бірақ неде болмаған, детский мерде болмаған, Феникс деген Аида деген дүкен бар. Тоже содан алған екен. Біз былтырда алдыға ойдым сол Аидадан шалбарды. Размері болмапты Аймұратқа, сосын неден ала қойды Аидадан. Осылай. Келесі көгілдір рубашка, жаңа ақ рубашканың көгілдір түсі, тоже 2600 теңге, міне выгодная цена. 122 Аймұраттікі бұл. Әкесі алған тоже Елмұрат екеуіне бірдей қылып. Елмұратта да бар көгілдір түсті, жаңа көрсеттім. Және де мынандай теннискі футболка Аймұратқа алған. Бағасы 2400 теңге. Бұл детский мердік емес, бұл манағы Аиданыдан алған. Аида деген дүкеннен. Осы қазір аяқ киімдерін көрсетем. Келесі бізде Елмұраттың аяқ киімі, мінекей. Мектепке алған аяқ киімі, туфли. Мектепке барғанда киет, ал ішке бөлек аяқ киім киеді ау деймін да. Солай ма, Елмұрат?
Достар, бізде Елмұраттар мектепке 2 аяқ киім керек. Бізге барғанға дейін және іште киетін кәдімгі қара туфли және сыртына кроссовкасы бар. Соны киетін болады. Так, нешінші размер? Елмұрат 36, мәссаған, 9 жаста 36 размер киіп тұр. Аяғы үлкен болайын деп тұр Елмұраттың. Достар, сосын деген Аймұраттың аяқ киімі, мынау ішке негізі алдында айтқан апайлар табаны ақ керек деп аяқ киім. Соған алғанымыз ғой. Макаси сияқты ғой, енді макаси. Арзан бұл да бағасы деген. Так, алып тастаппыз бағасын. Примерно 3000 теңге дей ма, сондай. Нешінші? 29 размер Аймұраттың аяғы. Және де Аймұраттың физкультураға киетін кроссовкасы. 29 размер. Качествосы өте жақсы. Бұнда детский мерден алып келді. Барлығын. Қазен туфлиін көрсетем Аймұраттың. Және де ең соңғы бұл Аймұраттың туфлиі. Мана Айда деген дүкеннен алдық. Бұнда Елмұраттың туфлиінде, Аймұраттың туфлиінде. Себебі неде детский мерде туфли болмаған. Бұнда 29 размер шығар. Так. Жазылмапты размері. Жазылып тұғында. Так, 30 екен. 30. Аймұраттың туфли, қара туфли. Тоже ішке киет, енді ашық сабақтарына көбінесе. Аймұрат деген туфлиден көріп, кроссовканы ұнатады, спортивный вариантты. Сондықтан да мінекей туфли бұйыртса 1 сентябрь күні киіп барады, Алла амандығын берсе. Мінекей сол. Осы бүгіндікке. Осымен бүгін біздің видеомыз тәмам. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.